Assalamu alaikum құрметті достар. Біз бүгін скетч бөліммен, яғни эскиз бөліммен танысатын боламыз. Сіздер бұл бөлімде, бұл сабақта скетч бөлімдегі мынадай функциялар қалай сызылады, қандай функциялар атқарып, қай жерде қолданылады дейтін сұрақтарға біз жауап іздейтін боламыз. Жалпы SolidWorks программасында скетч екі форматпен жүзеге асады. Яғни эскиз екі түрлі форматпен жүзеге асылады. Біріншісі 2D форматында, екіншісі 3D форматында, яғни 3D форматында сызбаны сызуға болады. Жалпы бүгінгі сабақта біз 2D форматындағы, яғни мына форматпен сызуды жүзеге асыратын боламыз, соны үйренетін боламыз. Жалпы мына жердегі көрсетілген фон, фонды біз өзіміз қалағанымызша таңдап, қалағанымызша өзгерте аламыз. Мысалы, маған мына түрлі фон ұнайтын болса, осыны таңдап алсам болады. Я болмаса, мынау маған қолайлы болатын болса, мынаны таңдасам болады. Сол сияқты мен ақпен жұмыс жасаған маған ұнайды. Ақты қойдым. Сонымен жұмысты бастаймыз. Ең әуелі біз осындай 3 түрлі жазықтық бар. Осы 3 түрлі жазықтықтың біреуін таңдап аламыз. Жалпы бұл жерде бәрі көрініп тұрған жоқ. Мысалы, бәрін көрініп тұрғаны қаласаңыз, үстінен бір басып, көрсету деп тұр, көздің суретін басасыз. Қайсыны көрсеткіңіз келеді, осылай көздің суретін басып шықсаңыз болады. Қазір қараңыз, көрінбей тұр. Мынаны бассаңыз, мына жерде біздің сызбалар көрініп тұр. Яғни жазықтықтар көрініп тұр. Осы біз жұмыс жасау үшін, мына сызбаны сызу үшін қандай да бір жазықтық түрін таңдап аламыз. Ол үшін мыналардың бәрін өшіріп тастайық, көрінбейтін қып. Мынау топ плейн, яғни үстіңнен сызу маған ыңғайлы және ұнайды. Сондықтан скетч таңдадық. Міне қараңыздар, қайтадан көрсетем. Бізге сызуды бастау үшін бірінші осы жерге алып келеміз, бір рет басамыз. Мына жерде скетч деп тұрады. Мүмкін сіздерде эскиз деп тұрады. Эскиз бөлімін басамыз. Басқаннан кейін осындай қызыл белгіше шығады. Кейбіреулеріңізде көрінбеуі мүмкін. Бұл мына жақтан басқарылады. Сонымен бізде жұмысты бастаймыз. Ең әуелі сызықтан бастайық, ақырын шетінен. Сызықты таңдаймыз. Қалаған нүктемізге бір басамыз, мышканың сол жағын. Жібереміз. Ақырын былай тартсаңыздар, міне бізде сызба сызылды. Егерде 180 градуста жазықтыққа жатқызып сызсаңыз, міне осындай сары белгіше шығады. Былай қараңыздар, міне 180 болған кезде, сары знак шығады. Я болмаса 90 градус болғанда да знак шығады мына жерден. Көрдіңіздер? Еш нәрсе баспайсыздар, ақырын қозғасаңыздар болады. Осылай сыздық. Мына жерге алып келдік, міне бір басамыз, мышканың сол жағын. Сосын мына жерге алып келіп, тағы да мышканың сол жағын бір басамыз. Мына жерге алып келдік, тағы да мына жерде мышканың сол жағын басамыз. Екеуі бір нүктенің, бір сызықтың бойына келген кезде осындай үзік сызық пайда болады бізге әрқашан. Яғни жұмыстың тез бітуіне, дәл жасалуына қолайлылық тудыру үшін. Бір басамыз. Егерде мына жерде бір радиус болғанын қаласаңыздар, міне ол үшін сызықтың бойымен артқа сәл жылжытасыздар. Ақырын былай қарай алып келсеңіздер, міне бізде радиус жасалады. Осылай істесеңіздер болады. Енді сызықты қайтадан сызамыз. Бір рет бастым, ақырын жылжыттым, мына тұсқа алып келдім, тағы да бір бастым. Енді маған жазудың сызбаны аяқтау керек. Мынаны қалай аяқтаймын дейтін сұрақ болатын болса, Escape кнопкасын бір басамыз. Escape батырмасын басамыз. Клавиатураның бетінде тұрады. Ең шетінде, сол жақ үстінде. Сонымен бізде екі сызба сыздық. Екі сызба. Екеуінің біреуіне біз үзік сызық жасағымыз келсе, яғни қараңыздар, былай жасай аламыз. Мына жерде үзік сызықты түсіндірейін.
өстік сызықтар деп аталады жалпы. Бұл өстік сызық кеңінен қолданыс тапқан көмекші сызық деп те аталады. Міне осылай сызық. Сіз қайсымен сызыңыз ешқандай айырмашылық жоқ. Барлығын сіз өзгерте аласыз. Мынау негізгі сызық, мынау қосымша өстік сызық. Мынау негізгі сызық, бұл 3D формат, қандай да бір сызбаны кеңістік берген кезде бұл қолданылады. Яғни сізде сызық мынадай болатын болса, мына жердің орнына, мынау нақты сызықтың орнына болатын болса, негізгі сызықтың орнына болатын болса, міне қараңыздар. Яғни мына жерден кеңістік бере алмаймыз. Яғни 3D форматын бере алмаймыз. Сондықтан бізде бұл нақты сызық болу керек. Негізгі сызық көрдіңіздер. Мынаны 3D форматын бере алмаймыз. Өйткені бұл негізгі сызықта тұрған жоқ. Сондықтан бәрін таңдап, мына жерде мынау тұрған кнопканы 2 рет бассаңыз болады. Міне, қараңыздар, бәрі өзгерді. Ол үшін ақ жерден мышканың сол жағын 1 рет басып тұрасыз, ақырын тартасыз. Осылай мына жерден жіберсеңіз болады. Жіберген кезде мына жерде мынадай знак шығады. Міне, қараңыздар, бәрін көрсетілген. Осыны бассаңыз болады. Міне, солай үздік сызық, я болмаса негізгі сызық болып жасай аласыз. Өстік сызық қай жерде қалай қолданылады дейтін сұрақтарға жауап беріп кететін болсақ, бұл мына жерде мысалы қараңыздар, мына жерде мен міне шеңбер, яғни шар сызатын болсам, доп сызатын болсам, бұл маған керек болады. Бұны мен қолданамын. Мына жерде қараңыздар, мынау өстік сызықта тұра береді. Мынаны негізгі сызыққа айландыру керек. Негізгі сызыққа айландыру үшін бағана көрсеттім. Мынаны бір бассаңыздар, мына жерде көрініп тұрады. Міне. Я болмаса, сызықтың үстін бір басқан кезде, мына жанына мынадай терезе пайда болады. Осының ішінде мынаны бассаңыздар болады. Міне, қараңыздар, қайтадан көрсетем. Мына сызықты бір бастыңыз, мынадай терезе ашылады, мынаны баса саласыз. Я болмаса, мына жерден мынаны өзгерсеңіз болады. Міне. Көрдіңіздер? Жалпы, қазір мынау өстік сызықтың қызметін түсіндіретін боламын. Өстік сызықтың қызметін түсіндіру үшін мен сіздерге бір шар тәрізді бір сызба сызып көрсетем. Қазір сызығым қисайып қалды. Тіктей саламыз. Енді қазір қайтадан сызайын. Міне, бізде шар сызылды, жарты шары. Енді осының мына жерді үздік сызыққа айландырамыз. Яғни өстік сызыққа, мына жердегі өстік сызыққа айландырдық. Енді осыны біз 3D форматын жасай аламыз. Осылай істесек, міне, қараңыздар. Бұл негізгі осындай жұмыстарды жасауға ыңғайлы әрі қолайлы функция болып табылады. Мынаны мен таныстыңыздар. Келесі шеңбер. Келесі шеңберге кіреміз. Шеңберді кез келген таңдаймыз. Міне қараңыздар. Таңдадық. Кез келген нүктеге қойайық. Бекітеміз. Бір-ақ рет басасыз. Ақырын жылжытсаңыз, міне ұлғайып, кішірейтіп отырады. Бұның бәрі еш нәрсе баспайсыз. Мысалы, ақ жерге алып келдіңіз. Мышканың сол жағын бір рет басасыз, жібересіз. Сосын ақырын жылжытсаңыз, міне осылай шеңбер сызылады. Шеңберімізді сыздық. Бұл бір нүктедегі шеңбер. Енді екі нүктелі, үш нүктеде тұратын шеңберді қалай сызамыз? Қандай қызмет атқарады дейтін сұраққа жауап беретін болсақ, шеңберді таңдаймыз. Таңдағаннан кейін үш нүкте таңдаймыз. Яғни үш қабырғаны таңдасақ болады. Бірінші қабырға, екінші қабырға және үшінші қабырға. Міне, мынау өлшемдегі диаметрі осы өлшемге сәйкес келетін бір шеңбер сызылды. Мысалы, мынау және мынау осы үш нүктеге де сызсақ болады. Қараңыздар, бірінші нүктені таңдадық, екінші нүктені тағы басамыз, үшінші нүктені тағы бассақ болады.
3 нүктеге жанасқан бір шеңбер сызылды. Қараңыздар, мына жерге де солай. 2 1 нүкте, 2 нүкте және 3-ші нүкте. Міне, қараңыздар, осындай бір шеңбер сызылды. Тура осылай бұның қызметі кеңінен қолданыс тапқан. Жалпы, мысалы 4 бұрыш сызылған. 4 бұрыштың ортасына біз шеңбер сызу керек болатын болса, міне, 3 қабырғаны таңдаймыз. 1 қабырға, 3-ші қабырғасы, міне. Мына жерде бір шеңбер сызылды. Бұның бәрін біз мысалы осындай қызметтерде бұл кеңінен қолданылады. Мысалы, міне, мынадай сызба сызатын болсақ. Жалпы бұл да түсінікті деп ойлаймын. Келесі, бұл сызықтың қандай қызметі бар, қай жерде қолданылады. Міне, қараңыздар. Бұл да мынада ана сияқты түзу сызық. Міне, бір қарасаңыз, міне. Мынаның ешқандай айырмашылығы жоқ, бір қарасаңыз. Бірақ мынау түзу сызық. Сіз ешқай жерін өңдей алмайсыз. Бірақ мынаны өзгерте аласыз. Міне, қараңыз. Міне. Көрдіңіздер? Жалпы бұл қай жерде қолданылады дейтін сұрақ болатын болса, мынаның қызметін қазір бір мысал келтіріп түсіндірейін. Мына терезеге өтейік. Мына деталды өшірейік. Қараңыздар. Мынаны өшірейін мен. Енді осының қызметін түсіндірем. Мына функцияның қызметі қалай? Ол үшін бізде ақырын сызайық. Міне, тура түп түзу сызық сыздым. Не қисайттым сәл. Бастым. Жұмысты аяқтау үшін міне қараңыздар. Ескейт басамыз. Клавиатураның сол жақ ең үстіңгі кнопкасы. Басамыз. Басқаннан кейін қайтадан мына астына біз сызықты сызамыз. 2 нүктені тұтастырамыз. Сонымен қатар мынаны үзік сызыққа айландырамыз. Өстік сызыққа айландырдық. Енді екеуін қосамыз. Қайтадан сызықты таңдаймыз. 2 нүктені тура осылай қосамыз. Қосылды. Енді бізде мына сызықты өзгертуге кезек келді. Тура осылай бізде қарын жағын шығардық. Я болмаса бұлай шығарсаңыздар болады сіздер. Мынаны өзгертіп. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Қандай жоба сызып жатсыз, соған байланысты сіз өзгерте аласыз. Міне қараңыздар. Міне. Бұлай сызбадық. Жібердік. Енді мынаның қызметі сияқты осыны басамыз қазір. Окей дедік. Міне бізде стаканның негізгі формасы берілді. Қараңыздар. Міне. Мына жердегі мына сызық осының көмегімен сызылды бұл жерде. Мына жерді толықтап аяқтай салайын. 2 мм десек. Міне. Осындай белгілі бір сызбаны біз сызып қойдық. Міне. Яғни бұның қызметін сіздер жақсы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Мына функцияның қызметін. Бұлар төмен жақта математикалық есептеулермен кетеді. Бұл сирек қолданылатын заттар. Екінші, 4-ші функция 4 бұрыштар. 4 бұрыштар қалай сызылады? 4 бұрыштардікі кәдімгідей ақырын осылай тартсаңыздар, міне қараңыздар. 4 бұрышты таңдадық. Кез келген нүктеге мышканың сол жағын бір басамыз, жібереміз. Ақырын осылай тартсаңыздар, міне. Аяқтайтын нүктеден тағы бір басасыздар. Міне бізде өлшем аяқталды. Сызбасылды. Бұл жердегі мына диагоналдар көріңіздер. Диагоналдар сызылып тұр. Диагоналдардың болғаны бізге қолайлы. Сызбаны жұмыс жасауға. Бұны алып тастасаңыздар да болады. Міне қараңыздар. Мынаны таңдасақ басқаша болады. Міне 4 бұрыш. Тура ортасынан 2 сызық сызылған. Міне екеуін де алып тастасаңыздар болады. Міне еш нәрсе жоқ. Көрдіңіздер?
Қайтадан бір түсіндіріп өтемін. Мына жерде бұл бір нүкте, екі нүкте. Мына нүктесі мен мына нүктесін тартқан кезде. Мынау центрдан жібереді. Центр бір нүкте белгілейсіз, ақырын былай тартсаңыз, міне осылай кетеді. Көрдіңіздер? Тура осылай істеуге болады. Бұл төртбұрыштың бір функциясы. Мынау өзі суретте көрсетілгендей үш нүкте белгілейді. Яғни бұл қисық болатын үш нүкте. Қисық болатын төртбұрыштарды сызуға, белгілі бір градусымен болатын төртбұрыштарды жасауға арналған. Бұларда суретте көрсетілгендей ақырын өзіңіз істеп көрсеңіз болады. Үшінші, бесінші функция доға. Доға тура осылай, міне, екі нүкте белгілейсіз. Осы нүктеден былай қарай жібереді қазір. Міне. Көрдіңіздер? Мына жерде осындай бір доға сызып қойсаңыз болады. Я болмаса, мына жерде көрсетілгендей екі нүкте арқылы доға сызсаңыз болады. Мысалы, мына нүктеге алып келдік, және мына нүктені басайық. Астымен келді қазір, үстімен келдірсеңіздер де болады негізі. Қазір мен мысалы астымен істедім, міне. Я болмаса, қараңыздар, екі нүкте белгілейсіз, қашанда болмасын, екі нүкте арқылы бұл жұмыс жасайды. Барлығы өздерінде көрсетілген. Бірінші, екінші, үшінші. Екі нүкте арқылы. Бұл неге сызылмай қалды? Қазір бұл нүктені сызу керек. Нүкте белгілеу керек бұған. Міне қараңыздар. Мына жерде де сондай екі нүкте арасын сызуға арналған. Мынау үш нүкте белгілеу керек бұған. Мысалы, мына бір нүкте, мына бір нүкте және мына бір нүкте. Тура осылай үш нүктені белгілесеңіз сызуға болады. Сол сияқты мынау эллипс сызамыз. Міне. Бұлар да кеңінен қолданылады негізі. Мысалы, американдық доптар бар, осындай. Осы сияқты доптар бар. Оларды қалай сызу керек дейтін болсақ, тура осымен сызамыз. Осы функциямен мына жерде мына деталды өшіріп тастайық. Мына деталды өшіріп тастаймын мен қазір. Мысалы, топ білейін таңдадым. Өстік сызамын қазір. Я болмаса бұны сызбай қойсақ та болады. Мен сіздерге қызметін көрсету ғана мақсат ретінде сызайын деп отқан жайым бар. Міне қараңыздар. Осылай. Енді осы тура ортасына өстік сызық жібереміз қазір. Артық бөлімін өшіріп тастасақ, енді тура осыны айландыра салсақ, бізде бағанағы добымыздың, ақтыратын добымыздың сызбасы шығады. Көрдіңіздер? Тура осылай бізде жұмысты істеуге болады. Яғни SolidWorks программасы басқа программалардан жеңіл әрі оңай жұмыс жасауға арналған. Міне, негізгі сызба бөлімімен таныстық. Мына жерде эллипс өздеріңізге көрсеттік. Енді бұл бөлім бар. Бұл кәдімгі оңай бөлімдер. Міне, тура осындай. Бұлар қай жерде қолданылады дейтін болсақ, бұлар болттарға қолданылады допускпен. Яғни шкафтарда көбіне қолданылады. Шит металдарда, яғни қаңылтырларда. Тура осылай істеуге болады. Я болмаса міне былай бүйтіп істеуге болады. Міне үш нүкте. Көрдіңіздер? Бұны да көрдіңіздер. Мына жерде 5 бұрыш, яғни 6 бұрыш сызсаңыздар да, 5 бұрыш сызсаңыздар да болады. Мына жерде мысалы 5 бұрыш сызады. Егер мына жерге 6 десем 6 бұрыш сызатын еді. Белгілі бір градуспен, белгілі бір бұрышпен қозғалады бұл да. Енді мынаның қызметін түсіндірейін. Бұл да кеңінен қолданылатын функция болып табылады. Жалпы сіз бұл екеуі төрт бұрыштарда, яғни бұрыштарды кетіру үшін қолданылады. Сыздық, скетч бар, сызбамыз сызылды. Мына жерде мынаны таңдасақ, мына бөлімді таңдасақ, міне радиус жазылған, радиус жазасыз. Мынау
кішкентай доғаны қалай жасауға болады мына жерге. Мысалы мен 50 деп жазатын болсам, мына жерде радиусы 50 болатын доға жасап берді. Иә? Мына жерге 20 деген жасау үшін, мысалы 20 деп жазам, таңдаймын. Мышканың оң жағын баса салсаңыз болады, бірден аяқтайды. Тура сол сияқты мына жерге мысалы 30 деп жазатын болсам, нүктеге алып келем. Міне, мышканың сол жағын бір басам, аяқтайтын болсам, оң жағын басам. Қараңыздар, тағы бір мысал келтірем. Мына жерге мен 20, 30, 40, 35 деп жазатын болсам, Enter басамын. Нүктеге алып келемін. Мышканың сол жағын бір басамын, біткесін оң жағын басамын. Міне, сызба аяқтау үшін мышканың оң жағын тағы бір рет бассақ, міне, шығып кетті сыртына. Осылай бізде негізгі функциялар қызметі осы. Мынау өзіміз нүкте. Бұл да сирек қолданылады, дегенмен қолданыс аясы кең бұлда. Мысалы, 3 нүкте белгіледік, шеңберді сызу үшін дейік. Осылай міне шеңбердің 3 нүктесін сызып белгілеп жаза салдық. Я болмаса мынаны көрдіңіздер, мына жердегі. Мынау екеуі нүктемен жұмыс жасайды. Қандай да бір детальмен жұмыс жасайды. Мысалы, ақ бетке сызылмайды, сондықтан мына жерге доға сызу үшін 2 нүкте қоясыздар, аралығын белгілеп, сосын бар сізде қоюыңызға болатын еді. Мен қателестім. Осылай. Жалпы бұл жерде мынау бөлімі, кесу бөлімі, бұлардың да қызметі оңай. Қараңыздар, қазір ақырын таңдадық. Міне, кесілді бізде сызбалар. Бұл келесі бөлімде жақсылап кеңінен түсіндіретін боламыз. Назар қойып, назар салып көргендеріңізге рахмет. Алла істеріңізге берекет берсін. Зейіндеріңіз ашсын. Сау болыңыздар.